Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен каналымда осындай Пари-Брест десертінің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл заварной, яғни қайнатпалы қамырдан жасалатын өте дәмді десерт. Кәнекей бірге жасап көрейік. Мінекей бізге керек өнімдер: отқа қоятын ыдыстың үстіне ең алдымен сүт құямыз, одан кейін су құямыз. Және бөлме температурасында еріген майымызды салып, үстіне кішкене шым-шым тұз сеуіп отырып отқа қоятын боламыз. Біздің майымыз еріп, одан кейін осылай кішкене қайнай бастағанда ыдысымызды оттан алып, тездетіп және біздің ситадан өткізілген ұнымызды бірден салып жіберіп, тез-тез араластырып алатын боламыз. Сонда осындай бізде заварной често, яғни қайнатпалы қамырымыз дайын болады. Кішкене қолдың күші керек болады. Біріктіру үшін ұндарымыз біркелкі бір-біріне араласып, бізде осындай қайнатпалы қамыр дайын болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, силиконды күрекшенің көмегімен толықтай араластырып алатын боламыз. Одан кейін отымызға қайтадан қамырымызды қойып, ыдысымызбен бірге 2-3 минут көлемінде орташа отқа қойып, осылай араластыра отырып, қамырымызды отта ұстай тұратын боламыз. Біздің осылай отта ұстаған қамырымыздың құрғатамыз, қазақша айтқанда, ылғалының бәрі кетіп, қамырымыз құрғақ болу керек бізге. Мінекей отымыздан алып, енді қамырымызды суытатын боламыз. Қамырды суыту барысында қолыңызбен қарауға болады, саусағыңызды салып, сол кезде қамырдың ыстылығы білінетін болады. Қол күймейтіндей болу керек. Одан кейін суыған қамырларымызға кезекпен кезек бір-бірлеп, осылай видеода көрсетілгендей силиконды күрекшенің көмегімен, осылай видеода көрсетілгендей көріп тұрғандарыңыздай бәрі бір-біріне бірікпей жан-жаққа шашырап жатыр. Ол бірінші басында солай болады. Содан кейін жұмыртқа қосу барысында ең соңында өте керемет біздің қайнатпалы қамырымыз дайын болады. Ең алғаш жасап жатқан адамдарға кеңесім, біреуіңіз білерсіз, біреуіңіз білмессіз, ең алғаш осы силиконды күрекшенің көмегімен жасаған дұрыс. Өйткені сол уақытта сіз түсінесіз, консистенциясы қалай болатынын, жұмысының барысын түсінесіз де. Одан кейінгі кезекте жасай келе, сіздер миксермен және миксердің қамырға арналған насадкасын пайдалануыңызға болады. Неге көріп тұрғандарыңыздай, силиконды күрекшенің көмегімен қамырлар жайлап уже бағытына келе жатыр. Енді қазір соңғы жұмыртқамызды қосамыз. Соңғы жұмыртқадан кейін өте керемет бізде қайнатпалы жұп-жұмсақ қамырымыз дайын болатын болады. Осы аралықта сіздер духовкаларыңызды 190 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Енді мінекей қайнатылған қамырларымызды біздер осылай арнайы кондитерский мешоктарға одноразовый менде астына насадкасын кигізіп, насадканы көрсететін боламын, қандай екен. Сол мешокқа кигізіп дайындайтын боламыз. Арнайы осындай заварной кремге, профитролей арналған осындай насадка. Пергамент бумагамызды төсеп алдық.
енді осылай колечкалар жасап шығатын боламыз. Мен видеода екінші мәрте осы дөңгелек шеңбердің үстінен қайтадан екінші мәрте өтіп шықтым. Сол кезде бізде биік профитройлер дайын болады. Осылай 190 градус қыздып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Мінекей күрең қызыл болып, әп-әдемі болып пісті, жұп-жұмсақ. Көріп тұрғандарыңызда астары да күйген жоқ. Енді осының ішіне кремін дайындайтын боламыз. Біздің парибрестерімізді әсемдейміз. Ең алдымен бізге сливки керек. 33% мен сливки алдым. 500 грамм сливкиге творожный сыр салып, және 4-5 ас қасықпен сахарный пудра салып миксерлеп алдым. Бізде өте керемет крем дайын болды. Енді кірісетін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, видеодағыдай міне өте тығыз, керемет кремдер дайын болды. Енді біздер арнайы кондитерский мешогымызға астына насадкамызды салып, кремдерімізді осы мешоктың ішіне салатын боламыз пакетімізге. Енді біздің дайын болған пирожныйларымызды осылай пышақтың көмегімен қақ ортасынан кесіп алатын боламыз. Беткі жағын алып, ортасынан міне көріп тұрғандарыңыздай толық піскен, өте керемет. Енді дәл ортасына біздің кремімізді жағып, пирожныйларымызды жинайтын боламыз. Осылайша бүкіл пирожныйлардың ортасын кесіп шығатын боламыз. Осылайша толықтай парибрестерімізді жинап алатын боламыз. Өте оңай және тез дайындалады. Көп уақыттарыңызды алмайды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, видеоларымды жіберіп алмаш үшін лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Егер де менің рецептеріммен дайындап жатсаңыздар, комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады. Мен осылай сахарный пудра сеуіп жатырмын. Өте керемет, әдемі және дәмді жұп-жұмсақ парибрестеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Осылайша бүкіл пирожныйларымыздың бәрін толығымен жинап шығатын боламыз. Және мен ең соңында сахарный пудра сеуіп, сахарный пудрамен әсемдедім. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Егер менің рецептеріммен жасап жүрсеңіздер, комментарийға бөлісіп кетуіңіздер.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.